Соңғы жылдарда Нұрсай ықшам ауданы тұрғындарынан электр жарығы туралы мәселелер бойынша шағымдар көп болды. Оның негізгі себептері осы 2008-2010 жылдардан бері бастап Нұрсай ықшам ауданында тұрғызылған тұрғын үйлерге жүргізілген 10 киловольт жерасты кабельді электр желілеріндегі апаттық өшірудің салдарынан электр энергиясында ажыратулар көп орын алды. Осы апаттық ажыратуларды қалыпқа келтіру кезінде жалған муфталар салынады. Жалпы осы нормаға сәйкес әрбір 1 километр кабельдің бойына 5 қана жалғау муфтысын салу рұқсат етілген. Яғни бұл жерде сол жылдардан бері муфталардың салыну шегі одан да асып көп мөлшерде салынған. Сондықтан да жерасты кабель электр желісінің пайдаға асуы жарамсыздыққа әкеліп тұр. Сондықтан осы тиісті мөлшерден асып кеткеннен соң осы жерасты кабельдер электр желілері жарамсыз күйге жетіп тұр. Осы мәселелерді шешу мақсатында Ақтау жарық акционерлік қоғамы мен қалалық әкімдікпен бірлесіп саралап, осы ескі АСБ жерасты кабель электр желілерін жаңа соңғы үлгідегі оқшауламасы шитті-полиэтилен тігілгеннен кабель электр желісіне ауыстыру ұйғарылды. Қазіргі таңда осы Нұрсай ықшам ауданы биыл 17,5 километр жаңадан шитті-полиэтилен кабеліне ауыстырып іске қосылған болатын. Осы кабельдер іске қосылғаннан бері Нұрсай ықшам ауданынан тұрғындардан 3-4 айда шағымдар азайды.